Мынау Қырымқұл Ұзақбайдың алашқа даңқы шашылған адайдың жүйрігі Сүгір Бегендікұлына жазып жатқан сәлем хаты. Сәлем жазайын ағамыз шайыр Сүгірге қалаулы көптің шайыры өнерің бар тіліңде ал ешкім орта демейді өнерің менен білімге өзіңнен айтқыш жыршы жоқ біздің адай елінде науқасыңнан айығып жазылдың ба бүгінде аман кесен жүрмісің Алланың берген демінде әй домбыра тартып ән салдың жастықтың қызыл желінде ақ сұңғар құстай шарладың ағынды судай парладың бәйгілі жерден қалмадың алдыңа қара салмадың жиын менен той болса жақсылардан құрмет деп атпенен нар болдау алғаның бәйгілі жерге қосатын атақты жүйрік саңлағым болған күн көптің құралы үстіңі жиын құрадың арасын аштың айырып алтын менен қоланың алуан түрлі сөзбенен қандырдың көптің құлағына ай суалмайтын сарқылып қайнарлы өзен бұлағым адам болжап білмейді алдыңда ненің боларын құрметпен сәлем хат жазған өзіңнің жолдасыңарың көп болды сүке көрмедім ауысып мекен тұрағың пендені алла бастамақ ауған күні нәсібен қонсын кетті басқалап сөйлейтін едің аспалап тіліңнен өнер шашпалап аяғына қан түссе ағынды жүйрік ақсамақ бұрыннан қалған жол еді ау көтеріп көңіл қоштамақ айтып жүрген жыршы көп сенің сөзің сүге басқарақ өткен жаздан бері қарай ініңде жоқ қош қабақ науқасымның іреті жөтелменен демік пе осы жазда барармын Әзірәйіл қойса ерікке әй сағынып сәлем хат жаздым ай бірге де жүрген серікке серікке Мынау Сүгірдің Ұзақбайға жіберіп жатқан сәлем хаты. Ай дұғайлы сәлем жазайын ай Ұзақбай шайыр інімме 18 жаста бақ қонып ай өнерде берген тіліңе атағың тегі шайылдавай мен қазақтың еліне таңғалы сеттау талайлар алқалаған жиында бұрмылы күшті деміңе пернеден асқан лебіңе сөйледің талай шаршыда сөз құйынын келтіріп ай адайдың мырза бегіне жыр айтамын дегендер ай келе алмап еді ау шеніңе алтарыс әнет болғанда нешелер жүйрік өткен жоқ Астана жұртын сарсылтқаны ай ылдидан шауып көріне ай өзіңе сәлем жазған соң кетпедім сөздің кеңіне ашығайдың ерхан бар сендім сөздің піріне құрметіліп сыйлаған сені менен мені де сау болсын адай еліне ай тойға барып отырсың ешкім талас қылмайды нәсібе бақыт жеміне біразырақ сөйлеспей кеткенімен налымаң соның үшін інім Ұзақбай бұл қағазды жазғаным тірі болсақ көреміз бірігіп бірге жүрелік неше күн дәуір сүреміз әй ашылып кетті ау арамыз қоныс шалғай жерменен Алланың берген нәсібе үлкейген сайын көрлегенім еркіңді алып алқада сөз иесі пері желменен тірлікте қызық қалды ма біз екеуміз көрмегені көтеру үшін көңілдай 65 кесел жерлеген 60 пен 70 ауыр жас бұғанда жеттік екеуміз ай Алланың берген демменен ай демменен ай демменен ай
қарашыға, жемілуге ұшқан ай шарықтап, еділденде ұшқан ай қазбен қу, талайында ілді ғой халықтап. Мысалдап айтмай бұл сөзді, шешерсің өзің ай бағыттап. Үстіскен күні ғой басына, ер азамат ай тарықпақ, сөз бағытын ай білерсің, айтпасан да анықтап. Мереке дудың ай базарына, 40 жылда сүрдік ай шалықтап. Аллаға да шүкір ай еделің, кеткен жоқты әлі ғой қонған бақ. Қартайғанша ғой сөйлеткенім, Алланың да берген ай тілмен жақ. Ән Хасан тум Алла деп, бірімізге ғой біріміз, салсақта болды ғой топырақ. Алатында күні ғой даптайынып, бізде бір күн ай кетерміз, сен білмейтін ай немеде. Не қылайын айтып ай жағдайын, жарылқайын ай дегенде, мәжузи деген ай жүйттіңін. Аллаға да дұшпан ай болса да, түзеткенде екен ай маңдайыным. Бұл өнерді ғой қызықтап, ұзақбайда сүгір ай атандығы. Ай жақсылардан ғой баталдығы, дүниедегі ғой жақсы заты. Денсаулық бенен ай қатарлық, талайдан нармен ай аталдық. Ұзақта өмір ай жас бенені, кәрлік бенен ай кеселге. Екеумізді бірдей ай шаталдық. Күндізде айтсаң түн болғаны, түнде де айтсаң ай күн болғаны. Айттырмаса елге ғой мен болғаным, ойлағанда ғой әр затты. Көңілде тасып ай күл болғаным, осылайша ғой сөз жазып, шайырың сөзін ай қотарғаным. Ырзада болың ай естігені, сөзімді дұрыс ай қошалғаны.